Рахмет, Алла разы болсын. Сіз де аман болыңыз. Негізі уақыт белдеуіне разница бар. Көп қалалардың бізде Батыс Қазақстанмен, Алматымен, біраз жұрттармен барға. Ассалаумағалейкум, жол болсын. Уағалейкум сәлем. Ешқайда баратқан жоқ, мен Асылбек. Сенен кеткені дұрыс болды дейді. Иә, дұрыс болды у нас. Дұрыс болды, балаңыз айдымай дейді. Рахмет, вы че развелись дейді. Да. Қалайсың, жақсы, өзің қалайсың? Саламатсыз ба? Саламатпыз. Қаншаға шығасыз дейді. Жекеге жаз оны Исатай, иә, маған? Дайыртке жаз. Мен саған айтып берем. Сіз қайда тұрасыз дейді. Алматыда тұрам. Алматы қаласына тұрамын. Бірақ қазір жұмыс барысымен Талдықорғанда жүрмін. Көбінесе Талдықорған қаласындамын. Сіз ылғи қарап отырамын, әлі бақытты боласыз дейді. Рахмет, сіз де бақытты болыңыз. Саламатсыз ба? Қосылайыққа барасыз ба дейді. Жоқ, не істеймін, жоққа барып көрсін. Қосылайыққа барғаннан мүйіз шықса шығатын еді ғой, біразына мүйіз. Қашан процессылған үшін арасып кеттіңіз бе? Аластар себебін айтыңыздаршы, не істейсіздер оның себебін? Әркім өзіміз білеміз ғой. Дана, саламатсыз ба әпке? Маған жекеге жазасыз ба өтініш? Неге? Дайретке жазыңызшы осы инстаграмға. Мен сізге сол жерге жауап беремін, жақсы ма? Бақытты болыңыз, рахмет. Сіз де бақытты болыңыз. Қайрылысы 92-ші жылғын. Менің аты Бексұлтан дейді. Аман болсын олыңыз, мықты жігіт болсын. Жақсы тілектеріңізге рахмет. Қазақ қызына үйленіңіз енді өзіңізде дейді. Негізі мен ойлаймын, ұлттың жаман болмайды деп ойлаймын, достар, иә. Ұлттың, жалпы адамның жаман болмайды негізі. Ортада бала бар, ер адамсыз, баладан обал ғой дейді. Баладан обал ештеңе жоқ, баламмен всегда связдамын, хабарласып тұрам, алып тұрам, қадыртып тұрам, өзім тәрбиемді берем. Оны уайымдамай-ақ қойыңыз сіз. Дом классный жүйе получится. Рахмет, Алла разы болсын. Менің келіншегім жоқ, Жанетта. Қарапайым қызға үйленіңіз, Алла қаласа дейді. Үйлену ойымда жоқ әзірге. Пока үйленем деген ниет жоқ. Рахмет. Сәлеметпіз, қалайсыздар? Амансыздар ма? Сол ғой, достар, сол ғой. Шымкентке жалынды сәлем болсын. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар. Анада сізді қоян құсты көріп қалып кетті дейді. Я ұлтқа бөлінбейік бір тудың астында жұдырықтай жұмылған ел. Конечно, достар. Ұлтқа, адамға бөлініп, руға бөліну деген нәрсені қойайық. Бір Қазақстанда тұрып жатырмыз ғой барлығымыз. Сосын мындай әңгімені қойыңыздаршы, анау жаман, мынау жаман деген нәрсені қойыңыздаршы. Ол мысалға екі адам ажырасса, ажырасқан адамдардың бәрі жаман деген сөз емес қой. Неше түрлі себеп болады ғой. Көп себебі, ажырасудың себептері көп. Ол адам бекерден ажыраспайды ғой. Бірақ енді сол адам ажырасып кетті екен деп, оны жаман деп айту дұрыс емес деп ойлаймын.